Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн. Бүгін біз сәбекетімізде балалармен жейтін және жемейтін заттарды ажыратып салып үйренеміз. Ол үшін бізге мынадай екі қорапша қажет болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл қорапшада міне ар жағы іші бос. Бұнда тек қана мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандай маймылдың суреті бейнеленген және мына жерде пілдің суреті. Қазір біз маймыл не жейді? Мына жерде соны былай салып ішіне саламыз. Бұл жерде тек қана осы екі ғана жануардың бейнесі емес, бұл жерде біз әр сабақ сайы, яғни тематикалық сабаққа байланысты суреттерді ауыстырып, басқа суреттерді жабыстырып отырамыз. Яғни балаларды қызықтыру мақсатында. Қазір енді біз осы сабақты сіздерге көрсетеміз. Қазір Айзере екеуміз қазір осы қорапшаларға салып жануарларды тамақтандырамыз. Айзере, бүгін біз екеуміз жануарларды қазір тамақтандырамыз. Жай ма? Жақсы. Қандай жануар мына жерде? Маймыл. Маймыл не жейді? Банан жейді. Бананмен тамақтандырамыз. Жарайсың. Келесі қандай жануар бейнеленген? Піл. Пілдер не жейді? Мына жерде. Жарайды. Яғни оның аты не? Кукуруз. Қазақша жүгері дейміз. Жарайсың, Айзере. Жейді? Сағыз жейді. Бұрыш, е? бұрыш. Қияп жей ма? Жақсы, жарайсың, Айзере. Ата-аналарға кеңес, күнделікті өзіміздің тұрмыстан қолданатын өздеріңіз көріп тұрсыздар, мұнда аяқ киім немесе басқа да осындай босаған қорапшаларды тастамай, мына жерге сурет бейнелеп, клеймен жабыстырып, және осындай түрлі мына жерге тек қана жейтін заттарымыз балаларда жейтін жемейтінін анықтау үшін түрлі заттарды, конструкторларды салып қойып, балаларды қызықтыруға болады. Балаларда бұның мақсаты, бұл іс-әрекеттің мақсаты, яғни жейтін жемейтін заттарды ажырата білу, зейінділікке бейімделу және ұсақ қол моториканы дамытады. Осындай іс-әрекеттерді балаларды қызықтыру мақсатында демалыс күндері өздеріңіз отырып балалармен бірге жасасаңыздар өте керемет болады. Балаларға қызықты әрі пайдалы уақыт өтеді. Жақсы, сау болыңыздар.